Азаны мен Айлин қайда кеткен? Үйде жоқ сияқты ғой. Хат тастап кетіпті ғой. Мұнда не жазылған екен? Бүгін мені күтпе, жұмыста кешке дейін боламын. Жарайды. Мүмкін жұмысы көбейіп кеткен шығар. Біраздан бері жұмысқа бармаған еді ғой. Оның үстіне депрессияда жүрген сияқты. Не болып жүргенін түсінбедім. Ал мен өзіме бет күтімін жасауды ұмытпайын. Өзімді қолға алып бастадым. Уже бұл әтірде таусылайын деп қалыпты ғой. Бірақ маған есі өте қатты ұнайтын еді. Жарайды, басқасына алармыз. Так, бүгін холодильникте тауық еді. Тауық етін қуырып жеп кетейін жұмысқа. Мен тауық етін өте қатты жақсы көремін ғой. Стажер Аяру, бүгін сізбен бірге командировкаға аттанамыз. Заттарыңызды жинап дайындалыңыз. Екеуміз ғана, басқа ешкім болмайды. Себебі бұл X проектісіне байланысты құпия жұмыс. Аяқ астынан командировкаға ма? Детальдары мүлдем жария болмау керек. Сіз құпияда ұстаңыз. Жарайды, жақсы, Алмас мырза. Неге маған тұрақты жұмыс бермей, оның орнына тапсырма бере береді? Қайырлы таң, Аяру, көңіл күйің қалай? Білмеймін, Айбар. Алмас сені жақсы көретін сияқты ғой. Жабысып қоймады. Солай ма? Жоқ, қайдағыны айтпашы. Мен негізі бәрін білемін. Бірақ уайымдама. Іске сәт, көмек керек болса байланыс. Жаңбыр қатты құйып кетті. Сол себептен де қонақ үйге барайық. Мұнда қонақ үй деп жазып қойды. Ой, біз қате кетіп жатырмыз. Сәлеметсіздер ме, сізге қалай көмектесе аламын? Бізге бос номер керек еді, бөлек-бөлек бөлмелермен. Бар, екінші кілтті алыңыз. Жақсы, Алмас деп тіркей салыңыз. Жақсы. Так, бірінші бөлмелерді қарап шығайын. Қолайсыздық тудырмайды ма? Ыңғайлы ма екен? В принципе, болады. Жақсы орналасқан. Мынау да жақсы жер екен, осында өзім жатамын. Ал кілтті сақтайық, мен кетейін. Тамақтанып алуымыз керек. Так, Аяру, бөлмелер жақсы, тапсырыс бермепсің ғой. Не жейтін едің? Официант келген жоқ. Өзім алып келе саламын. Өз еркіңізде не алсаңыз соны алыңыз. Жақсы. Өзіме бургердің нанын ала салайын, ал Аяруға не алсам екен? Оның не жақсы көретінін білмеймін ғой. Мүмкін ет ала саламын. Етті жақсы көретін шығар. Болды ма? Все. Ал мінекей. Саған ет алдым, ұнай ма? Маған ет ұнайтын еді. Жарайды, онда жеп ал. Рахмет. Аяру, бұл жобаны сен ғана жасай аласың. Сол үшін саған беріп жатырмын. Біраз уақыттан кейін саған тұрақты жұмыс беремін. Уайымдама. Уайымыңда осы жүрген сияқты ғой. Шынына келсек, осыны уайым етіп жүргенмін. Неге маған тұрақты жұмыс бермей, ауыр тапсырма бере береді деп. Сізге жұмыс істеген ұнамайды ма? Жоқ, ұнайды. Просто... Енді не дейсіз? Қақалып қала жаздадым ғой. Мен официантты шақырып келейін, су алмаппыз. Қазір келем, күте тұрыңыз. Осы Алмас қуып қалған бар ғой. Бір қарасаң қамқор болып келеді да бірден дөрекілене түседі. Не болып қалған? Су айттым, қазір алып келеді. Жақсы, күтеміз. Мен де шөлдеп кеттім, шынымды айтсам. Қазір алып келеді, күте тұр. Мінекей, суыңыз. Ой, сіз екеу деп айтқан жоқсыз ғой, мен біреу алып келіп қойыппын. Күте тұрыңыз, ханым, қазір алып келемін сізге де. Міне, сізге... Кешіріңізші, мен байқамай қалдым, әдейі төккен жоқпын, кешіріңізші, өтінемін. Жоқ, ештеңе етпейді. Өзім жуып ала саламын, ештеңе етпейді. Ханым, кешіріңізші, жұмысымнан айырылғым келмейді. Жоқ, уайымдамаңыз, ештеңе етпейді, бәрі дұрыс. Барып өз жұмысыңызды істей беріңіз. Рахмет, сізді ұмытпаймын. Мәссаған, Аяру, сен мынағанда шыдап тұрсың ба? Қандай адам едің? Жай ештеңе етпес, жай матаға бола, адамның көңіл күйін бозғаны дұрыс болмайды. Түсінікті, сен біреуге өте қатты ұқсайсың, мейірімді екенсің. Мүмкін. Алмас соңғы кездері маған мүлдем звондамай кетті. Өзім звондаймын қазір. Бірақ телефонды да алмайды. Оған не болып жүр? Бірдеңе сезіп жүргеннен сау ма? Не үшін олай болады? Дәл қазір барып көруім керек оны. Қазір іздеп тауып аламын.
Соңғы күндері жаңбыр тым жиілеп кетті. Түсінбей жүрмін. Погодаға не болған? Иә, солай, жаңбыр өте жиі жауады, бірақ мен жаңбырды жақсы көремін. Солай ма? Жаңбыр негізі маған да ұнайды. Жаңбыр болған кезде әдемі иіс шығады ғой жерден. Әсіресе сол өте қатты ұнайды. Жаңбырдың астында жеген балмұздақ та тәтті ғой. Жаңбыр астында балмұздақ жеу қызық екен. Кешіресіз, Алмас осында ма? Иә, Қызым, Алмас деген анау жігіт па, қасында қызы бар? Ол сыртта жүр. Бәсе, бұлар бірге жүрген екен ғой. Соңғы уақытта бірге көп жұмыс істеп кетті. Бірақ менің де жасап жүргенім дұрыс емес. Бірақ жақсы көрсең амал бар ма? Сонымен солай, Аяру. Жақсы, қызық әңгіме болды ғой. Жолға қашан шығамыз? Межелі жерімізге жете алмадық. Уайымдама, жаңбыр тоқтасын шығамыз. Мүмкін бүгін қонатын да шығармыз. Айтпақшы, сенен бірдеңе сұрайын деген едім. Сен болмасаң бұл жұмысты жасай алмас едім. Бірақ сен кім екеніңді айтшы маған. Сен шын мәнінде кімсің, Аяру? Сіз кейде өзіңізге қатал болып кетесіз. Кейде саған да қаталмын ба? Мен негізі... Ой, сәлем, сендер осындай екенсіңдер ғой. Сендерді іздеп жүрген едім. Алмас, не істеп отырсың? Сен жұмысқа кетпеген бе едің? Неге телефонды алмайсың? Отыр мұнда. Неге отырып алғансың ол жерге? Мен сені өте қатты уайымдадым ғой. Сен мүлдем звондамайсың, телефонды көтермейсің. Ал сен мұнда жүрсің ойнап. Мен ойнап жүрген жоқпын, жұмыс бойынша келген едік, жаңбыр жауып кетті. Енді сен соны айтып қоймайсың ба маған? Мен сендерге кедергі келтірмейін, оңаша қалдырамын. Жоқ, кетпеші, дегім келген. Алмас, саған не болып жүр өзі, өзгеріп? Бүгінгі күнім бақытты күн болды ма десем, сәтсіз аяқталып жатыр ғой. Шындықты мойындайтын сәт туғанда Айленнен келе қалғаны. Айлен кешке дейін жұмыс істеймін деген еді ғой. Қайырлы түн, Айлен. Жақсы, Алмас. Ол кім екенін айтқысы келді ғой. Расымен де мен сезіп жүрмін. Ол Аяру емес пе? Бүгінгі жұлдыздар да Аярудың көзі сияқты мөп-мөлдір тұп-тұнық. Жаңағы төгілген сусынның оңай жуылғанын қарашы. Жарайды, осы үшін де бақыттымын. Құрбым Айлен, мен сені де жақсы көремін ғой. Жарайды. 7-ші бөлімнің соңы. Достар, мен баста 4 кейіпкерімізге арт салдым. Олардың қайсы сендерге ұнағанын комментарийға қалдыра кетіңдер. Яғни мұнда Алмас, Айбар, Аяру, Айлен. Сондай-ақ телеграм канал аштым. Ол жерге арттарды жіберіп отырамын. Одан бөлек жаңалықтар болса үнемі бірінші сол жақта бөлісемін.